Жоқ, танымайды екен. Жоқ, білмедім. Жоқ. Я танимын. Жоқ. Жоқ, танымаймын. Клара Цеткин менің ойлауым бойынша Британияда әйелдер күнін бастаған әйел ғой деймін. Ұмытып тұрмын. Жоқ. Имя знакомое, так не скажу. Ну, видимо, деятель какой-то. Предполагаю. Нет. Жоқ, танымаймын. Жоқ. Жоқ. Жоқ, танымадым. Мысалы 8 марттың который праздникті таба алған ба? Ну, ашқан. Ойлап тапқан ба? Сол апай. Бірақ кім екен білмеймін былай. Иә, танимын. Ол Германияда әйелдердің правасын қорғаны адам емес пе? Жоқ, танымаймын. Жоқ, танымаймын. Клара Цеткин ол неміс қызы болу керек. Өткен ғасырдың басында әйелдердің, қателеспесем, құқығын қорғап, әйелдерді жинап, демонстрацияға шыққан. Конечно. Революционерка, которая ратовала за свободу женщин. Клара Цеткин, я считаю, это человек женского пола, который плохо повлиял на женщин в целом. На человечество плохо повлияла, потому что она сделала из женщин, не женщин, а мужиков, самостоятельных. Потому что это реально самостоятельность, она меняет женскую натуру, и женщины становятся мужиками. Чего добилась она? То, что все стали самостоятельными. А зачем женщине быть самостоятельной? Я считаю, это глупо было. Менять полностью общественность и сознание женщин, что мы такие все сами по себе. Ол білмейді екен. Жоқ, әйелдер мен еркектердің бірдей құқықтары болу үшін. 8 наурыз пайда болған қыздардың құқығын қорғау үшін. Сол үшін тойлайды. Оны білмеймін. Жоқ. Аналар біздің мейрамы әйелдердің ұлттық жаңағыдай несі ғой? Мейрамы ғой. Соны ғана білмеймін қалай пайда болған. Рим империясынан басталып келе жатқан мейрам. Ол жағын білмейді екен. Осы әйелдердің құрметіне ола шығар деп ойлаймын. Жұмысшы әйелдердің бастауымен 8 наурызда әйелдер күнінің мейрамы деп. Оны да білмейді екен. Вкратце, то боролись за равноправие женщин. Раньше же голосовать не разрешали, что там еще было, на работу не брали, то есть учебной степени там не давали. Ну, за людей не считали. Вроде так было все. Но 8 марта женщины трудились, и много трудились каждый день, без выходных, и им решили сделать праздник один день, 8 марта. Жоқ, оны естімеппін, бірақ халықаралық әйелдер күні деп қанша жылдан бері солай атап келеді ғой. Бұлай нақты білмеппін. Білмеймін даже. Білмеймін 8 наурыз туралы. Енді бір сөзім айтқанда әйелдер теңдігі, әйелдің құқығы. Әйел деген бір Аллах тағаланың берген сыйы, сабырлықты да, мықтылықты да әйелге берген. Соның үшін әйелдерді ерекше құрметтейтін күн деп белгілеген шығар, бірақ тарихын білмеймін. Қыз-келіншектер мен әпке қарындастарымды осы келе жатқан 8 наурыз мейрамымен құттықтаймын. Барлық әйелдерді 8 наурызбен құттықтаймын. Шын көңілден.